Samsung, Kia, Hyundai, K-pop. Осының бәрін шығаратын оңтүстік Корея экономикасы керемет дамыған ел болса да, жақын арада мемлекет ретінде жоғалып кетеді. Бұған сене аласыз ба? Өкінішке орай, бұл Кореяны күтетін болашақ, және бұл болашақты болдырмау үшін Ел үкіметі төтенше жағдай режимінде шаралар қабылдай бастады. Оңтүстік Корея дамыған елдер қатарына жатып, экономикасы қаншалықты дамыған болса да, келешекте халықаралық аренада жоқ болып қалуы мүмкін. Неге? Себебі мемлекеттің демографиясы құлдырап жатыр. Жалпы дүние жүзінде дамыған елдерде туу деңгейін төмендеуі байқалады. Бірақ олардың арасында оңтүстік Кореяның жағдайы шектен шыққан. Бүгін оңтүстік Кореядағы бала туу көрсеткіші әлемдегі ең төмен болып тұр, және жыл сайын төмендеп бара жатыр. 2023 жылдың қорытындылары бойынша, оңтүстік Кореялық әйелдің дүниеге әкелетін сәбилердің саны 0,72-ге дейін төмендеді. 2020 жылы халық саны 51,844,690 адам болса, биыл 2024 жылы халық саны 51,741,963 адамға дейін азайды. Бұлай жалғаса берсе, 2100 жылға қарай елдің халық саны 2 есе азаюы мүмкін. Ал 2800 жылы халық саны 0 болады. Корея халқының саны қайта өсіп, қалпына келу үшін бала туу көрсеткіші 2,1 болу керек. Оңтүстік Кореяның халық саны неге азайып жатыр? Бала туғысы келмейтін әйелдер көбейіп жатыр. Оның өз себептері бар. Негізгі себептердің бірі қаржылық мәселе. Кореяда тұру қымбат, ал бала туғаннан кейін үйді кеңейтіп, баланың оқуын төлеу керек. Оқудан тыс басқа қосымша курстар мен үйірмелерін төлеу керек. Негізі оңтүстік Корея бала өсіру үшін ең қымбат мемлекеттердің бірі. Бұның барлығы кореялықтарға қосымша қаржылық қиындықтар алып келеді. Олардың көбісі мұндай қиындықтарға дайын емес. Себептердің тағы бірі, Әйел бала бағу демалысына шыққан соң жұмысқа қайта оралуы қиын. бала туғаннан бастап, бала күтімінің басым бөлігі әйелге жүктеледі, және ол жұмысын тоқтатуға мәжбүр болады. Ол 6 айдан 2-3 жылға дейін созылуы мүмкін. Мұндай үзілістен кейін көбісіне жұмысқа орналасу қиын. Осыдан қорқып, көптеген әйелдер балалы болуды кейінге қалдырады. Немесе ол туралы мүлдем ойламайды. Оңтүстік Корея демографиясының құлдырауы ұлттық төтенше жағдайға айналды. Бала туу көрсеткішін жыл сайын төмендеуі мемлекет үкіметін қатты алаңдатады. Бұл мәселені шешу үшін үкімет соңғы 20 жылда шамамен 379 триллион вон қаржы бөлді. Балалары бар ерлі-зайыптыларға ай сайынғы ақшалай жәрдемақы мен субсидияланған тұрғын үйлерден үй мен тегін таксиге дейін түрлі жеңілдіктер ұсынды. Медициналық қызметтерге де жеңілдіктер берді. Сондай-ақ 30 жасқа толғанға дейін 3 баласы бар болса, ер азаматтар әскерден босатылады деген. Дегенмен, мұндай ынталандырулар өз нәтижесін бермеді. Жастар, әсіресе әйелдер, үкімет олардың айтып жүрген қажеттіліктеріне құлақ аспады дейді. Бұған қоса, елде бала туу көрсеткіші төмендеп қана қоймай, неке қию көрсеткіші де азайып барады. Бала туудың төмендеуі Азиядағы экономика жағынан ірі елдердің ортақ проблемасы. Жапония 1990 жылдары ерлі-зайыптыларды көбірек балалы болуға ынталандыру саясатын енгізе бастады. Оңтүстік Корея дәл осылай 2000 жылдары жасай бастады. Соңғы 60 жылда алғаш рет халқы азайған Қытай осы елдер қатарына қосылды. Бірақ та бұл антирейтингтің бірінші орнында Оңтүстік Корея тұр. Болжам бойынша туылғандар саны 2020 жылғы 270 мыңнан 2070 жылы 200 мыңға дейін азаяды, ал қайтыс болғандар саны керісінше өседі. 2020 жылы 310 мыңнан 2070 жылы 700 мыңға дейін артады деп күтілуде. Мұндай қарқынмен келесі ғасырларда Оңтүстік Кореяда бірде-бір адам қалмай, мемлекет әбден жойылып қалуы мүмкін.